Достар, қайырлы күн. Бүгін сіздерге логотип және баннер жасаудың түрін көрсетемін. Яғни мен балалар массажын жасаймын. Міне осы түрін, яғни бұл баннер, яғни реклама немесе визитка өздеріңіздің WhatsApp-тарыңызға, немесе WhatsApp статусқа, WhatsApp сторисқа бәріне қойып қоюға болады. Яғни WhatsApp-тың абасына болады. Және де осылай өзіңізге логотип жасап алуға болады. Бұл логотипті яғни дөңгелек болғаннан кейін бұны Instagram-ның абасына қоюға да болады. Осы екі түрін жасауын көрсетемін. Ары қарай өздеріңіздің нишаларыңызға қарай осыған ұқсастырып жасасаңыздар болады өз ойларыңызбен. Ол үшін маған баланың суреті керек. Яғни мен баланың суретін бірінші Google-дан немесе Pinterest-тен аласыздар. Бірінші суретін алып, осындай PNG форматқа ауыстырып алдым. Және де екінші осындай массаждың түр-түрі тұрған суретті алдым. Және де үшінші осындай өзіңізге керекті түсті фонды аламыз. Енді ары қарай кеттік. PicsArtқа кіреміз. Pinterest немесе Chrome'нан керекті заттарыңызды, керекті суреттеріңізді тартып алсаңыздар болады. Астындағы плюсик батырмасын басамыз, смотреть всеге кіреміз. Бірінші бізге фон керек, яғни фонды алып аламыз. Бұл фонды квадрат формада алу үшін астындағы инструментті басып, обрезатты басып, яғни квадрат деп тұрады. Соны былай жылжыту арқылы фонның өздеріңізге ұнаған жерін қиып алсаңыздар болады. Осылай тұрады. Төбедегі галочканы басамыз. Енді ары қарай астын жылжыту, добавить фотоны басып, яғни енді бізге баланың массаж жасап жатқаны керек. Осыны аламыз, бір шетке қойып аласыздар. Астын жылжыту арқылы форма деп тұрады. Форманы басып, одан кейін тағы форманы басып, мысалы осылай немесе үшбұрыш, қайсысы ұнайды соны алсаңыздар болады. Яғни мен дөңгелекті аламын. Дөңгелекті осылай астындағы стрелканы өстіп жылжыту арқылы аласыздар. Төбедегі көзді басып, қай жері қиылып алғаны өстіп көрсеңіздер болады. И галочканы басамыз. Енді осылай бір шетке қойып аласыздар. Немесе ортаға қойсаңыздар болады. Әркім өз идеясына қарай. Яғни мен шетке қоямын. Енді кейін өзгерту керек болады. Сол үшін үстін ашып экранды бір басып жіберсеңіздер, осы лай шығады. Содан стикерге кіреміз. И поисკқа, яғни круглая рамка деп жазайық енді. Круглый рамка. Поиск жібереміз. Міне осылай неше түрлі круглый рамкалар шығады. Корона тұрғандар, яғни олар платный. Ал корона еместері қолдана бересіздер. Осылай неше түрлі круглый рамкалар шығады. Өздеріңізге ұнаған, немесе квадрат рамка болса, квадрат рамка дейсіздер. Мен мысалы мына рамканы алдым. Өздеріңізге ұнаған рамканы аласыздар. Сөйтіп оны да осылай стрелканың көмегімен осы суретті полный келтіретін қып размерін аласыздар. Сәл кішірейтемін. Міне осылай дайын. Енді біз үлкен болып кетті, үлкен болып кетіп, үстін тағы бір бассаңыздар, осылай жылжыта бересіздер. Мынаны да сәл кішірейтеміз. Осылай міне. Енді астындағы текстке кіреміз. Текстке кіріп, яғни Instagram атауын жазамыз бірінші. Baby массаж деп жазамыз. Нежный профиль Айда. Baby массаж Айда. Осылай галочка. Яғни екі нүктені жылжытсаңыздар, осылай созылады. Өздеріңіздің керектеріңізше істейсіздер. Яқтағы тұрған стрелканы жылжытсаңыздар, осылай кішірейтіп үлкейте бересіздер. Міне осылай. Енді астында мына шрифттер бар. Бұл жер тек қана английский және русский. Бұлда да корона болып тұрғандар платный. Яғни менің өзімде шрифт бар. Жанындағы тұрған стрелканы басып, мой шрифтке кіріп, өзімдегі шрифттерді аламын. Міне осылай аламын шрифтті. Және де мен бұның түсін енді өзгертуім керек. Түсін өзгерту үшін свет дегенге кіреміз. Мына жерде осының өзіндегі, PicsArt'тың өзіндегі светтер бар. Немесе пипетка жанындағы әртүрлі болып тұрғанда бассаңыздар, осылай кез келген светте осылай өздеріңіздің ойларыңызбен жылжытып ала бересіздер. Цветін өзгертеміз осылай. Енді пипетканы басып,
Осы рамканың шетіндегі қоңыр түсті алғым келіп тұр. Рамканы міне осылай жылжыта берсеңіздер болады. Сонда фондағы светпен бәрі сәйкес келеді. Осылай аламын. Яғни астындағы обводкаға кіремін и белыйға балам. Мынаны мысалы 40-қа қоям. Мынаны үлкен қылсаңыздар да болады, кішірейтсеңіздер де болады. Мен 40-қа қоямын средний. Енді қайтадан үстін бір басып жібереміз. Қайтадан жазуды өзгерткілеріңіз келсе, жазудың үстін басып, осылай өзгерте бересіздер. Сызықты жылжыту арқылы созып аламыз. Енді үстін бір басамыз да қайтадан текстке кіреміз. Номерін жазамыз енді. 778 239 18 89 деп жазамыз. Төбедегі галочканы басамыз. Бұны да стрелка арқылы кішірейтіп, яғни жазудың жанына қойып аламыз. Сәл кішірейтеміз. Енді бұның да түсін өзгертуім керек. Астында светті басып, пипетканы басып, яғни мына жазудықмен бірде аламын. Обводканы басамын, аққа кіремін и 40 қылып размерін бірде аламыз. Енді стикерге кіреміз. Круглый рамкадан шығып, WhatsApp логотип деп жазамыз. Немесе міне WhatsApp деп тұр, WhatsApp деп жазамыз. Міне осылай WhatsApp-тың логотипі PNG форматта шығады. Қай түрі ұнайды, соны аласыздар. Мысалы 4-бұрышты түрі, или дөңгелек түрі. Мысалы мен осылай дөңгелек түрін ұнаттым. Дөңгелек түрін осылай кішірейтіп, мына жерге WhatsApp номердің жанына қойып қоямыз. Яғни сіздің WhatsApp-ыңызға тікелей түсу үшін, яғни осыны WhatsApp-ы деген сияқты белгі. Енді мынаны жылжытамыз кішкене. Енді стикерге қайтадан кіріп, Instagram деп жазамыз енді. Instagram деп жазамыз. Яғни Instagram-дікіне түр-түрі шығады. Өздеріңізге ұнағанын аласыздар. Осы простойын ала беремін. Сонда алып Instagram парақшасын жанына қойып қоямыз. Текстке кіреміз қайтадан. Балалар массажы деп жазамыз. Галочканы басамыз. Яғни бұл жерден міне осылай нені өзгерте берсеңіздер болады. Текстін. Енді бұны мен қоңыр емес. Бұның түсін сары қылып па өзгерттім келіп тұр. Сары түс қылып алып, обводкасын ақ қылып аламын. 40-қа дейін апарамын. Міне осылай қоямыз. Текстке қайтадан кіріп, яғни мен алдын ала дайындап қойған, міне осыны вставить етемін. Осылай өздеріңіздің жасайтын, яғни халыққа, клиентке ұсынатын, яғни табарларыңыз, нелеріңіз, сондай заттарыңызды, өздеріңіздің нишаларыңызға байланысты мәлімет саласыздар. Мынаны осылай үлкейтіп кішірейтсеңіздер болады. Дренажный массаж, яғни осылай міне осы жерге қоямын. Енді бұны да мен светін қоңыр қыламын, пипетка арқылы қоңыр қыламын, обводкасын ақ қыламын. 40. Осылай. Немесе шрифтке кіріп, шрифтінде өзгертсеңіздер болады. Өздеріңізге ұнаған шрифтті аласыздар. Осылай. Немесе осының өзінің шрифтін алсаңыздар да болады. Поискқа кіріп, осының өзінің шрифттарын алдында көрсеттім. Коронасы жоқтарын алуға болады. Коронасы жоқтары, яғни қазақшаға бірақ онша келмей қалады. Осындай болады. Сол үшін мен өзім мой шрифт деп шрифттен аламын. Енді дайын. Енді мен логотип жасап қойған. Мені логотип қоямыз осылай. Добавить фотоға қайтадан кіремін. Логотипті алып,
добавить етіп бір шетіне қойып қоямын. Міне осылай төбедегі галочканы басып сохранить етіп аламыз. Маған тіркеліп кетіңіздер, жалғасы ертең болады.